Бабаларымыз аңсап, шайырларымыз жырға қосқан азаттықтың ақ таң атқанына да биыл міне 30 жыл. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің мерейтойы еліміздің түкпір-түкпірінде кең көлемде аталып өтуде. Осы орайда егемендіктің бастауы болған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының ықпалы зор. Сол кездегі қазақ жастарының елім деп алаңға шыққанына бүгін 35 жыл. Қайсарлығымен халқымыздың мақтанышына айналған қайрат пен ләззат, Ербол мен Сәбирадан бөлек қаншама боздақ осы бір қантөгістің құрбаны болды. Зардап шеккені де жоқ емес. Сол жылдары студент атанып, алаңдағы оқиғаның куәгері болған батыр аға әпкелеріміз бүгінде әр өңірде еңбек етіп, өз саласының үздігі атанып жүр. Соның бірі де бірегейі Жұмабай Омаров. Жұмабай Ерназарлы 1959 жылы қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданы Көксарай ауылында дүниеге келген. Бұл әулет үшін 10 жылдан кейінгі ерекше оқиға еді. Тек отбасы ғана емес, түйім ауыл қуанышына ортақтасып, 95 жастағы абыз ата арнайы келеді. Сондағы Құлымбет ақсақалдың мына шумағы ел аузында жатталып қалған еді. Жұмабай ау, Жұмабай, жатырсың ба жыламай, сені туды деген соң, мен де келдім шыдамай. Әкем қарапайым малшы болғандықтан сырдың бойында өстік, өмір сүрдім. Мектепке дейінгі өмірім малшылардың ауылында өтті. 1966 жылы әкем зейнеткерлікке шығып, сол кездегі Шәуілдір совхозының орталығына көшіп келіп, мен 1-ші сыныпқа бардым. Осылайша үлкенге еркелеп өскен бала Жұмабай 1976 жылы ауылдағы Мұхтар Әуезов атындағы орта мектепті бітірген соң совхозда еңбек жолын бастап кетеді. Бір жылдан соң ғана Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика және қолданбалы математика факультетінің студенті атанады. Алайда көп ұзамай 2 жылдан соң оқуын үзіп, құрылыс цехына жұмыс істейді. 1980 жылы әскерге шақырту келіп, 2 жыл Мәскеуде отан алдындағы борышын өтейді. Содан соң бұрынғы оқу орнына қайта қабылданып, 1987 жылы механик, прикладник, математик мамандығы бойынша тәмамдайды. Сол жылы жұмысқа орналасып, қарапайым жұмысшыдан басшылық қызметіне дейін көтеріледі. Атап айтқанда, аудандық әкімдіктің бірнеше саласында экономист, коммерциялық банкте төраға орынбасары, жеке фирманың директоры, өзі білім алған мектепте информатика және есептеуіш техника негіздері пәнінің мұғалімі. Түрлі салада еңбек етіп келген соң ол бүгінде мектептің ұлағатты ұстазы, ел сыйлаған азамат. Өзім салам бойынша мен енді 2006 жылы облыстың алтын қорына енген мұғалімдің біреумін. Университетте оқытқан ұстаздарымның маған хабарласып айтқандары да болды. Жұмабай, саған обал болды, біз сен туралы ештеңе ойламаппыз, саған негізі обал жасаған екен, сен яқты қор болдың ғой ауылда жүріп деп. Ой, не деп тұрсыз? Мен қорбаған жоқ, керісінше қайта мен өз шыққан ауылымның ұлдарымызға, қыздарымызға, сондай шәкірттерімізге білген, сіздердің берген білімдеріңізді беріп жатырмын. Сондықтан мен ешқандай оған өкінбеймін, өкінуге қақым да жоқ. Сіздердің маған сондай білім бергендеріңізге ризамын. Мен қазір доктор науктан кем емеспін. Мектепте бірнеше жыл мектеп басшысы болып қызмет атқардым. Сол мектепті гүлденуіне, сол мектептің шәкірттерінің, ұстаздардың жақсы болуына өз үлесімді қостым деп ойлаймын. Сондықтан оған мен еш уақытта өкінбеймін. Ел үшін әрбір азамат жанын беруге даяр десек, артық айтпағанымыз болар. Сол бір 1986 жылдың қысы да қаһарлы еді. Ызғарлы желтоқсан көтерілісінің куәсі болған Жұмабай ұстаз ол кезде жоғарғы курста оқитын. Алғырлығымен өз ортасында сыйлы болып, оған университет басшылығы үлкен жауапкершілікті жүктеген еді. Мойнына алған шаруаны атқарып, қайтар жолда осы желтоқсан оқиғасына тап болған еді. Енді әскер қатарын бітіріп келген жасым ересек болғаннан кейін мынау қоғамдық жұмыстарға белсене араластық. Мұғалімдердің арасында бақылау тобында жұмыс істедім. Курстың старшысы болып жүріп, Казгудың кассасынан әр айдың 15 мен 17-сінің арасында студенттердің стипендиясын алып шығатынбыз.
Қошанова Рабиға, менің курстасым Үсенбеков Қалымжан және мен үшеуміз алаңға қарай көтерілдік. Алаңға барсақ, алаңды қоршап солдаттар тұр екен. Мына екінші жағында жаңағы бейбіт шеруге шыққан жастар тұр екен. Сағат енді кешкі 8:30-дар, желтоқсан айы болғандықтан енді ол кез қараңғы болатын. Бірақ жаңағы алаңда прожектормен түсіріп тұрған. Сол прожектордың түсіріп тұрған астында камера бар екен, видеоға түсіріп тұрады екен. Оны біз білмейміз. Сонымен қойшы не керек? 8:30-дар шамасында сол атышулы метел деген операция басталды. Трибунадан жастарға үндеу тастадық. Қазақ тілінде үндеуді тыныш тұрып тыңдадық. Екінші рет үндеуді орыс тілінде айтқан кезде жастардың арасында айқай шулаған сол кезде сақадай сай тұрған солдаттар бейбіт тұрған жастарға қарай бірден лап қойды. Біз ол кезде сеніміміз мол еді. Мысалы үшін мемлекет еш уақытта ол қарусыз, басқасыз шыққан бейбіт шеруге шыққандарға ешқандай зорлық, зомбылық жасамайды деген пікірде болдым өз басым. Алаңға шыққан қазақ жастарын сондағы әскери күш еш аямады. 3 күннен соң наразылық басылса да, соңынан іздестіру жұмыстары жүргізілді. Көтеріліс құрбандарынан бөлек жаппай жазалана бастады. Әсіресе көзге түскендері. Соның ішінде бұл кісі де бар еді. Оқу орнына іздеп барып, тергеу сұрақтарына жауап алған. Корпуста осылай кіре берсем, Жақашева деген апайымыз болатын еді. Сол кісі: ойбай Жұмабай, сен тірісің ба, сен 15-нен бері жоқ деп шулап іздеп жатыр, деканатқа бар, сенің үйіңе өлді деген хабар қатшы берейін деп жатыр деді. Ертеңіне келдім, келсем уже менен бәрі теріс айналды. Сөйтсем, желтоқсанға қатысқан ол жердегі жаңағы наркомандар, алкоголиктер, сондай адамдар, олардың бәрін жаңағы қудалау керек, оқудан шығару керек, қолға түскендердің бәрін соттау керек, осындай тапсырма болған екен. Сол кездегі КГБ-дан іздеп келіп, корпуста маған жолықты, жас жігіт екен. Болған оқиғаны жазыңыз деді. Қалай болды? Ешқандай өтірік қоспай қағазға түсіріп жазып бердім. Бәрін оқып болғаннан кейін сізге оқудан шықпайсыз, сізге ешкім тиіспейді. Мен өзім керек кезінде өзім жолығамын деді. Желтоқсан оқиғасынан тура 5 жылдан соң көптен күткен тәуелсіздікте келіп жетті. Өз алдына егемендігін жариялап, азат ел болдық. Елім деп алаңға бейбіт мақсатта барып, жазықсыз жазаланғандарды ақтау жұмыстары қолға алынды. Елге келдім, военкоматқа шақырып, бір рет осы Түркістаннан барып, КГБ-лер бір рет жолықты. Одан сол өзіміздің аудандікі болды. 2001 жылы Түркістанның 1500 жылдығы болған. Соған дейін менен күніге болмаған менен жылына бір рет, 2 рет келіп сұрап тұратын болды. Бұның шегі бола ма, болмай ма? Соның 2001 жылы мен президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа және мәжіліс депутаттарына талап арыз жаздым. Соны 2 конвертке жібердім. Арасы аптаға жетпей 2 жақтан да хат келді. Сіз ешқандай ақталуға жатпайсыз, сіздің үстіңізден қылмыстық іс қозғалмаған. 2001 жылдан кейін барып, бұл жаңағы КГБ-дан да бәрінен құтылдым. Тарихта алтын әріптермен жазылған көтерілістің қатысушы жастары бүгінгінің батырлары деуге әбден болады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында азаттықтың алғашқы қарлығаштары, желтоқсан қаһармандарының азаматтық ерлігі лайықты бағасын алып, жоспарлы түрде насихатталуы керек деген болатын. Осы орайда оларға деген құрмет артпаса, еш кемімек емес. Осыдан аман қалсам, кейін осыны мен мақтан тұтам деп, ол кезде ешқандай ондай ой болған жоқ, ойламаймын да. Бірақ енді қазір осындай желтоқсанға қатысқан деп кездесуге шақырып, осындай өзімнің курстастарым Шымкентте мұғалімдер бар, университетте, солар университетке шақырып кездесу өткізіп тұрады. Тәуелсіздігіміз мерейлі мерекемізге айналып,
дүйім ел мақтанышпен айтатындай халге жеттік. Қазыналы қарттарымыз өткен күндерді еске алып, ұрпағы үшін бүгінгі азаттықтың мәңгі болуын тілейді. Бүгінде өз ісінің нағыз маманы Жұмабай Ерназарұлы Асқарлы 60-тан асты. Өмірлік серігімен бірге қарапайым жанұяда 2 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсіріп, өмір немереге ата болған жайы бар. Елеулі еңбегі еленіп, Қазмудың 50 және 80 жылдық мерекелік төс белгісімен, желтоқсан оқиғасының 30 жылдық төс белгісімен, Абайдың 175 жылдық төс белгісімен марапатталған. Тәуелсіздік мейрамымыз жақындап келе жатыр. Қазақ елін егеменді ел болған, өзінің шаңырағын көтерген қазақтың еліне осы тәуелсіздік мерекелеріңіз құтты болсын деймін. Тәуелсіздіктеріңіз еш уақытта тұғырынан таймасын, көк байрақтарымыз тек биіктен желбіреп жүрсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бейбіт заман болсын. Біз өзіміз қазақ айтамыз ғой, қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман болсын.